Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай бұрандалы ойыншықтармен ойнауға болатын бірнеше ойын түрімен бөліскім келіп тұр. Бұл ойыншықтарды 2-2,5 жыл алдын сатып алсақ та, осы уақытқа дейін өзінің статусын жоғалтқан емес. Себебі бұл ойыншықпен бірнеше ойын түрін ойната беруге болады. Және де баланың жас деңгейіне қарап ол ойындарды күрделендірсек те болады екен. Яғни түстерді үйренуімізге болады, санауды үйренсек болады. Баланың екі жақ ми жарты шарын дамытып, ұсақ және ірі қол моторикасын дамытуға да болады екен. Құрметті оқырмандар, канал қонақтары, егер де каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіз. Сол кезде менің алдағы уақытта шығатын видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Құрметті оқырмандар, сіздерге экран бетіне көрсетіліп тұрған екі ойын бір-біріне ұқсас. Яғни әр күні әртүрлі қылып баланың деңгейіне қарап ойнатсаңыздар болады. Бірінші ойын мен екінші ойынның айырмашылығы, бірінші ойында қағаз бетіне түсі және өлшемі бойынша бала қойып шығу керек болатын болса, екінші ойында үлгі бойынша жанына не үстіңгі жағына, не астыңғы жағына қойып шығу керек. Үшінші ойынымыз шнуровки деп аталынады. Бұл ойынды 1,5-2 жастағы балаға тек қана тізбектеуге ұсынсақ болады. Яғни түс бойынша емес, қалағанша сол бауға тізу керек. Арнайы бау іздеудің қажеті жоқ. Қолыңызда қандай бау бар, соның барлығын қолдана берсеңіз болады. Баланың жасы өсіп, деңгейі өскен кезде түс бойынша, реттілік бойынша осылай тізбектеуді өтінсек болады екен. Төртінші ойынымыз түс бойынша бортиктарымыздың, яғни бұрандаларымыздың қақпағын жабу. Құрметті оқырмандар, канал қонақтары, егер де бұл ойын түрі сіздерге ұнап жатқан болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Бізге бұл өте маңызды. Келесі ойын түрі, яғни сол бұрандаларымызды ашу керек. Бұл өте сізге қарапайым ойын болып көрінгенмен, баланың қол моторикасын дамытуға тамаша ойын. Кейіннен оны күрделендіріп, екі қолына, мысалға оң қолына сары бұранданы, сол қолына жасыл бұранданы беріп, екеуін бірдей ашуы керек, не болмаса екеуін бірдей жапқызсаңыз да болады. Бұл баланың екі жақ ми жарты шарын дамытатын болады. Сонымен қатар санамақты да осы ойын бойынша үйретсеңіз болады екен. Құрметті оқырмандар, канал қонақтары, бүгінге осымен тәмам. Соңына дейін көрсеңіз рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.